Дуншин компаниясының басшысы Хан Дунлай мен Женяй клиникасы директорының қызы Лин Сяси атастырылды. Ғашықтар бала кезден бірге. Хан мырза. Хан көке, сен қашан келесің? Сені қатты сағындым ғой. Жақында келем. Бұзық болма. Әкем болам дедің ғой, бас тартуыңа болмайды. Онда мені тыңда. Жарайды. Қалай тезірек шық. Сен уәде бердің, мен де уәде берем. Анам шақырып жатыр, сау бол. Қалай тезірек. Кім келгенін қара. Қалай? Отыр. Жұмаға бізге келмегеніңе көп болды ғой. Мені қатты сағындың ба? Иә, әрине. Мынау саған сыйлығым. Ұнай ма? Керемет. Бар, ойнай ғой. Байқап жүр. Сыртта тілшілер көп пе? Уайымдама. Оның үстіне жақында сериалдың түсірілімі басталады. Жұмыс бабымен жиі сөйлесіп тұрамыз. Тамаша! Өте керемет. Кейіпкерлерді жақсы таңдапсыздар. Джун ханым, автор ретінде ойыңыз қандай? Мені Джун Лин дей беріңіз. Шын мәнінде, мұндай танымал жұлдыздарды бақылап отыру мен үшін бір ғанибет. Рахмет. Режиссер, түпнұсқа авторына сұрағым бар еді. 15-ші сахнада басты кейіпкерлер бірге тұра бастады. Содан соң екеуінің арасында романтикалық сәт туындайды. Бұл басты кейіпкердің зағип атанғаннан кейінгі бірінші сезім ғой. Оның эмоциясы жарқын, әрі бақытты болу керек пе, әлде де күдігі бар ма? Негізінде сюжет бойынша ол бақытты болуға тиіс. Не дегенмен басты кейіпкер оның алғаш сенім артқан адам. Бірақ басты кейіпкер іштей оған қарсы. Сүйіктісіне қараған сайын оның қылмыскер екені есіне түседі. Демек, бұл эмоцияларды басқару қиын дейсіз ғой. Джун ханым өзі сомдап көрсе қалай? Иә. Керек емес, мен ойнай алмайым. Ештеңе етпейді. Кейіпкерді сіз жақсырақ түсінесіз ғой. Кейіпкердің сезімін көрермен көзімен көргім келіп тұр. Иә, қанекей. Жоқ, керек емес. Қолыңнан келеді. Қане, байқап көр. Онда тырысып көрейін. Бұл сенің қастарың. Ал бұл сенің көзің. Мынау мұрның мен ернің. Енді мен. Сяумэй, бұл жолы саған міндетті түрде үйленем. Уәде берем. Саған міндетті түрде үйленем. Және қорғап өтем. Бас тартуыңа болмайды. Тамаша! Біздің кеңесшіміз Джун ханым болса қалай қарайсыз? Табылған ақыл. Фильмнің жақсырақ шығуы үшін Джун ханым бас тартпайды деген үміттемін. Жарайды, көрейін. Керемет, ендеше жалғастырайық. Жарайсың. Шын ба? Жай қырындасаңшы, қыздардың не үшін ғашық екенін түсіндім. Ішінде сен де барсың ба? Қылжақтамай сценарийіңді оқы. Кеттік. Қане. Қане, келдіңіз бе, хан мырза? Сізге жаңалықты айтайын. Бүгін басты кейіпкерлерді талқылап отырмыз. Мына қыз ше. Сіздерді таныстырайын. Бұл кісі Минхуамыздың авторы. Ол мұнда не істеп жүр деймін. Джун ханым жаңа ғана кеңесшіміз болуға келісті. Жоба барысын өзі бақылап отырады. Жарайды. Басты кейіпкерді ауыстырыңдар. Не үшін? Хай мырза, олай болмайды. Бірнеше күннен соң түсірілім басталады. Чумодан артық адам таппаймыз. Актерді ауыстырып үлгермейміз ғой. Демек ауыстыруға болмай ма? Болмайды. Жарайды. Мучи, режиссерді ауыстыруымыз керек. Құп болады. Хан мырза! Олай болса, мені де ауыстырыңыз, хан мырза. Көрмегелі көп болды. Айтпа. Менің атымнан хан тәтеге сәлем айт. Өткенді қозғамай тақырыпқа оралайық. Чумо компаниямыздағы алтын глобусты жеңіп алған ең беделді актер. Оның кәсібилігіне күмән жоқ. Екіншіден, келісімге қол қойылды. Компания өтемақы төлесе де, жоба үшін артық дау жанжалдың
қажеті жоқ деп ойлаймын. Мені ешкіммен қорқыта алмайтыныңды жақсы білесің. Білем қой, білем. Бірақ хан мырза, көршіңізге бұл кикілжіңді шешуге мұрсат беріңіз. Режиссер, Иә, бүгіндікке осы оқығанымызда жететін шығар. әрине, жарайды. Ендеше бара беріңдер. Тезірек бітіруге тырысыңдар. Хан мырза. Соңғы күндері Джунлин мен Калайға қамқор болғаныңыз үшін рахмет. Кеттік. Сендер енді дорамадағыдай қарсылассыңдар ма? Міне қызық. Сенің онымен байланысың да мені таң қалдырды. Жә, шуланбай-ақ қой. Демеушіге қарсы тұрып, пайда таппассың. Тоқтай тұр. Джунлинді алып кел. Жарайды. Директор хан, өтінем, жұмысыма араласпаңыз. Басшың кім екенін ұмытпа. Сен ендеше жұмыстан шығар. Ендеше пәтер ақыны қалай төлемекшісің? Калайдың да емі бар. Мен Кеттік. қайда? Шумоны ауыстырмауға келсем. Пәтер ақыны да төлемей қой. Өтеміне не сұрайсың? Шешін. Шешінейін бе? Киініп ал. Менімен бірге бір жерге барасың. Дәл қазір көлікте ме? Жүргізуші әйел ғой. Мен де қарамайым. Киінсем киінейін. Ештең етпес. Иә, бекер ұялмай қой. Егер сенен ұялсам көрінбес. Көргеніме қуаныштымын. Қайда барып келдің? Жұмысың болмасын. Үйреніп алыпсың ғой. Бүгінгі мерей тойыма келгендеріңізге қуаныштымын. Мархабат. Бүгін ерекше құлпырып кетіпсіз. Барған сайын жасарып барасың. Тәтей, туған күніңізбен. Ал сәуси уақыт өткен сайын құлпырып барады. Мені әдемі қып туған атанама рахмет. Ай, босығым-ай. Сәлден соң қызымды өзіңе аманаттағалы тұрмын. Қызыңды тыңдап көрейік. Енесінің сөзіне құлақ асар ма екен? Әрине, мен өте тәртіпті болам. Донлай неге көрінбейді? Жолда келе жатыр ау. Бұл қандай жер? Неге адам көп? Анамның туған күніне арналған кеш.可直到再等雪花